тамағындағы тышқан. Назар аударыңыз, жасөспірім сайысы арнайы шығарылымы. Мяу қаланың балаларын қолдауға келіңіз. Танысып қой, Лёва, бұл жаңа қатысушы. Өтінем. Сен жеңесің, Шмяк, мен сенімдімін. Балықты жеу үшін суға түсу керек екенін білесіңдер ме? Армандамай-ақ қойыңдар. Сендерде мүмкіндік жоқ. Айттық те, күш жігерсіз судан балықты аулай алмайсыз. Олар өз репертуарларында Шип пен Кетти. Бәрі жақсы ма, Шмяк? Йо. Шамасы тамағыңда тышқан тұрып қалған сияқты. Бәрі жақсы болады, ойымдама. Білесің, берімшік, ол жерде даусыңды қолдануға тура келетін сынақ болады. Ал сөйлей алмасам, мені ойынан шығарып тастайды. Бәлем-ай. Мен білем. Сабрет, сенің даусың жоқ екенін ешкім білмеу керек. Сенде мен бармын ғой. Мен сен үшін сөйлеймін. Мен сенің даусың айналам. Ал сен мұқият тыңдап, соған сәйкес ерніңді қимылдатасың. Бір жасап көрейік. Дайынсың ба? Мысық жеп қалмасын деп қос ертен ән салат. Рахмет, ірімшік, сенің арқаңда мен байқауға қатысалам. Тіпті жеңе аласың. Бәрі дұрыс па, Шмяк? Бәрі тамаша. Барлығың дайынсыңдар ма? Қане! Ең бірінші жоғарға жеткен 3 қатысушы келесі кезеңге өтеді. Аздап. Алға, Шмяк! Мен ең мақтамын. Мені тыңда. Сен қолыңды көтеріп, алдыңа қоясың. Жақсы, екіншісінде. Жарайсың. Браво, жарайсың. Алға, Шмяк! Керемет, алға. Тезірек, Шмяк! Алақай. Ол сондай күшті, менің ағам. Тағда күресеміз бе? Бил Шмяк жеңуі керек. Бірақ сен Шмяксың ғой. Ал даусыңа не болған? Ол бір түрлі. Менің тамағымда тышқан бар. Менің орныма ол сөйлеп жатыр. Ойлап таппайтының жоқ, Шмяк. Бүгін Шмяк бір түрлі. Айтпа. Болысына уақытпен шектеледі. Бірақ алдымен Пампон сендерге бәрін көрсетеді. Бастайық. Бастайық. Олай болса, әрі қарай бәрі қарапайым. Балықты алып, табаққа салып, абай бол, жер тайғақ. Соны істегенде, келесі балықтың артынан жүгіріңдер. Осылайша, сендер тәрілкеге 3 балықты салып, содан кейін Мурисия жейдің нұсқауымен сөйлемді айтуларың керек. Балықшылар балық аулап жүрді, ал олар туралы 3 форель өсек айтып жүрді. Балықшылар балық аулап жүрді, ал олардың жанында 3 форель болды. Ей, бәлеш, сен байқаудан шығып кеткенсің. Маған көмектес. Шмяк бұл сынақтан жеңілу керек. Бұл үшін саған. Сіндім. Қане!
Тағы бір балық. Үш. Ірімшік, сенің кезегің. Шаңылтпаш есімде жоқ. Бәлеш, әрекет ет. Балықшылар балық аулап жүрді. Ал үш форель олар туралы өсек айтып жүрді. Бұл не? Жоқ, кетіңдер. Алаңдамай жарысты аяқтаңдар. Айналып жүгіріп келуге жететін уақыттарың бар. Балықшылар балық аулап жүрді. Ал үш форель олар туралы өсек айтты. Дұрыс, жарайсың, Шип. Ей, сен айт. Ей, шағала, балықты лақтар. Балықшылар балық аулады, ал үш форель олар туралы өсек айтып жүрді. Балықшылар балық аулап жүрді, ал олар туралы үш форель өсек айтып жүрді. Келесі айналымға Шмяк пен Китти өтеді. Жарайсың, Шмяк. Шмяк ақыры өтті. Жалғастырайық, алда бізді финалдық жарыс күтіп тұр. Сендер арқанда тұрып, қысқа мерзімде мүмкіндігінше көп сардинаны аулау керексіңдер. Кейбіреулеріне жету оңай, басқаларына қиындау болады. Кезекті анықтау үшін жеребе лақтырамыз. Мұнда қолдарыңды қойыңдар. Кім бақты екен? Бәліш. Бірінші Шип, екіншісі Китти, ол мен. Сосын Шмяк. Кел, Шип, сен біріншісің. Бес балық, жарайсың, Шип. Жақсы болып жатыр. Төрт. Бұл Шиптан аз, бірақ бәрібір жаман емес, Китти. Бұл өте қатты сардиналарды жинау ғана қалды. Шмяк, сен жеңуің керек. Біз жеңеміз. Біз бе? Яғни, менің қолыммен. Қалғандары тым алыс. Жарай, қазір. Қайда? Керемет. Ей, қараңдар, анда тышқан жүр. Тышқан оның барлығын ұрлап жатыр. Мен жеңдім. Ірімшік сені байқап қалды. Абайла. Шмяк, тышқанды ұста. Тышқан. Ірімшік, тыңда, уайымдама, сен жеңесің. Қолыңды көтеріп, алдыңа қоясың. Сосын басқа қолыңды. Жақсы ма? Мәссаған, ол тышқанды ұстап алды. Жарайсың, Шмяк. Техникалық тұрғыдан алғанда тышқан ұстаған балық Шмякқа тиесілі. Шмяк тышқан ұстады ғой. Бірақ бұл әділ емес қой. Қалай ойлайсың, ал сардинадан ұшқан жаңбыр әділ ме? Мұнда алтау. Алты? Айтпақшы, тышқан қайда кетті? Мен оны жегім келді, бірақ ол қашып кетті. Иә, солай болар. Браво! Жарайсың! Жарайсың! Көмегің үшін рахмет, Ірімшік. Біз екеуміз керемет команда құрып жатырмыз. Шмяк, күте тұр. Мынаны қабыл ал. Тамағыңда тышқан ұстауды тұғар. Бірақ сироптың дәмі Рокфорға ұқсайды. Бұл менің өмірімдегі ең жаман сынақ. Жарайды. Енді мына жерді жинау керек. Ал бүгінгі күн шынымен де керемет болды. Не дейсің, Лёва?
Менің көршім Шип. Ля-ля, тра-ля-ля. Алакай. Сәлем, Шмяк. Сәлем, Пампон, рахмет. Ақыры келдің бе? Супер мысық елестерге аңша. Қара, мен оны оқығым кеп тұр. Сәлем, Шип. Бірдеңе болып Міне қалды ма? комикс келмеді. Маған өзіңдікін берші. Жоқ, берме. Марғау қайтар. Алдымен оқиын, сосын саған берем, жарай ма? Бәрі кейінірек болады. Жақсы, бе-бе-бе. Көрпе, өтінем. Бұдай ет ірімшік соусы, треска пішінесі, орында. Томпақ. Бірақ бұл мен емес, бұл супер мысықтағы елес. Мәссіған қандай қорқынышты елестер. Қорқпа, супер мысық оларды жеңе алады. Ол күшті. Содан кейін супер мысықты елестер қоршап алды. Олар қорқынышты қан ұйытар дыбыстар шығара бастады. Және кенеттен... Есі қоңырауынан қорқып кеттің бе? Жоғы. Мен оны ашам. Сәлем, Плюша. Мен досым Шмякпен ойнауға келіп едім. Менің досым Шмяк. Оған не болды? Шмяк менің қымбатты көршім. Сәлем, Шип. Сен комикс оқып отырсың ба? Керемет. Бірге оқиықшы. Бірақ... Жарайды. Не деген надан? Барлық ірімшік соусын жеп қойды. Тек кітап алу үшін келген еді. Бірақ біз оны бермейміз. Әрине жоқ ірімшік. Кіммен сөйлесіп тұрсың, Марғау? Ірімшік деген кім? Ірімшік пе? Ол кейіпкер. Жай ол үйдегі елес. Елес, бұл сөз айтпашы. Шынайы өмірде елестер жоқ. Елес деп қояды. Айтады екен. Бұл шешім шығар. Шип елес жайлы әңгімелерді жақсы көретін болса, ол оларды алады. Менің печенем. Қалай? Печене қайда кетті? Мен оған қол тигізбедім, мен ас үйде болдым. Елес треска печенесін жақсы көреді. Елестер жоқ, бірақ... Ол сенің көрпеңді ұрлап кетті. Болды, осымен қорқынышты оқиғаларың жеткілікті. Мен бөлмеңе барайын, ол жақта тынышырақ. Бұл жұмыс істеді. Ага. Ой! Шмяк! Бұл сен бісің? Сен маған айттырсың ба, Шип? Қызық екен. Қалай? Беті қалай аударылды?
істеп жатырсың, Мен Шип? елесті естідім. А? Мен саған айттым ғой. Елес пе? Қандай елес? Мен жаңа ғана естідім. Сендерде елес бар екен. Мен қорқам. Елеске не істегеніңді білмеймін, бірақ сен оның ашуын Бірақ келтірдің. мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Елес аңшысы келгенше үйден аулақ жүргенің дұрыс. Есікті артынан жабуды ұмытпа. Бұл қандай елес аңшысы тағы? Ақыры кетті-ау. Елес ше? Уайымдама, Томпақ, шынымды айтсам. Супер шебелестермен күресуге дайын, қане? Көрсетейін. Қане, бұл жерден кеттіңдер, мен ірімшікпен өзім шеше алам. Жоқ, ірімшік. Демек, Елес, ірімшік пе? Иә, енді ол Шиппен бірге үйде қалды. Ой, оның шаңсорықшы бар ғой. Елес қайтып келмесе болғаны. Елес, шақ, қане? Супер шептің саған тосын сыйы бар. Қайда тығылып жүрсің, Бәрі дұрыс па, Томпақ? Ой. Шип! Ау! Кешір, супер Шип! Мен саған маған кедергі жасамауыңды өтіндім ғой. Елестерді аулау зейінді қажет етеді. Иә, бірақ мен бір нәрсе естідім. Иә, супер шеп алға. Жарайсың. Ірімшік, бұл жерден кетейік. Олай айтпа, супер шиптен бірге құтыламыз. Бұл елес қайда екен, Томпақ, сен оны көргеніңе сенімдісің бе? Томпақ. Шмяк. Бұл шмяк емес. Мынау ірімшік. Үйдің елесі. Сен де айтасың. Мұнда елес аңшысы пайда болған сияқты. Жоқ, бұл мен емес. Демек сен елестерге сенбейсің бе? Көмектесіңдер! Қой жіберіңдер! Жарайсың, ірімшік. Сен елес рөлін жақсы ойнадың. Мен сеніп қала жаздадым. Бақтымызға орай елестер жоқ. Ау! Елес! Ау! Томпақ, сен қорып қалдың ба?
Жоқ әрине. Өзіңше, ақ елес деп айғайлайды. Жарайды, оқимыз ба? Иә, оқиық. Мен де сендермен бірге. Ау! Супер мысықты жан түршігерлік, жүректі ауыртатын айғайлар айтқан елестер қоршап алды. Ау! Ау! Марғау шмяк. Жеңілгендер жоқ. Керемет, оқуға бір апта қалды. Содан кейін қалағаныңша ойнайсың. Керемет. Уайымдама, сабақтан кейін біз міндетті түрде ойнаймыз. Ой. Саған не керек, Брыся? Меніңше сенің сөмкеңде тышқан бар сияқты. Тышқан қайда? Тышқан жоқ. Қашықтықтан басқарылатын тышқан. Мен сенде ондай бар екен білмедім. Бұл менің ең сүйікті ойыншығым. Ол әрқашан менімен бірге. Жүргізейікші. Егер сен қарсы болмасаң әрине. Бірақ мен... Жарайды, көңіліңе алма. Брыся, күте тұр. Жарсайық. Шынымен бе? Тамаша. Мен жолды дайындайын. Ал сен не істейсің? Сенде қашықтықтан басқару пульті бар тышқан жоқ қой. Бірдеңе ойлап табам. Жоқ, бұл туралы ойламада. Талқыланбайды. Неге келістім екен? Қорықпаңыз, бұл мүлдем қауіпті емес. Мәз саған, қызық болады. Біздің көлігіміз Брусяныкінен әлде қайда күшті. Біз міндетті түрде жеңеміз. Жарайды, бәрі дайын. Сен керемет жасадың. Рахмет. Вау, қандай әдемі. Рахмет. Бастаймыз ба? Үш, екі, бір, кеттік. Менің көлігім жай дыбыс шығарады. Иә. Шмяк, бірдеңе істе. Біз бұзылып жатырмыз. Тыныштал, серпедегі тышқанның жеңілуі мүмкін емес. Жеңіс біздікі болады. Мен жеңдім. Иә. Менің тышқаным сенікінен жақсы жүреді. Жақсы дегенің не? Мен де өте жақсы жүргізушімін. Оның үстіне өте әдемімін. Тағы ойнасақ қайтеді. Мен қарсы емеспін. Оның үстіне келесі жолы сен жеңетініңе мен сенімдімін. Біз жақсы дайындала алмағандықтан ғана жеңіліп қалдық. Иә, келесі жолы біз жеңуіміз керек. Керемет! Осы маған ұнайды.
Әрине, суретте жақсырақ болды. Не істеп жатырсың? Көлік мінсіз. Көруге болады. Керемет! Олай болса дайындалайық. Мәс саған, керемет! Енді сен оны жеңе алатын шығарсың. Жарайсың, ірімшік. Мен көлігімнің атын осылай қойдым. Рас па? Менің Макси турбо марғауым ешқашан жеңілмейді. Көреміз. Назар аудар, жылдамдық. Сенің көлігіңнің дыбысталуын қарашы. Жоқ, біз жеңілмейміз. Хей! Жеңіс! Ірімшік! Браво, шмяк! Көлігің үшін кешірім сұрайым. Ештеңе етпейді. Бірақ сен оны тастамайсың ғой. Енді оның еш пайдасы жоқ. Барлығының сәтсіз аяқталғаны дұрыс болмады. Брисияның көлігін жөндеп берейік. Тамаша идея, бірақ оның дөңгелегін ауыстыруға тура келеді. Қалайда ауыстыру керек. Қарашы, өлшемі бірдей. Бірақ бұл біздің көлігіміз ғой. Біз қалай жүреміз? Ең бастысы, Брисияның көңілі. Солай ма? Дұрыс. Қане, бәрі дайын. Мүмкін рульді де ауыстыру керек шығар. Тағы бояйық. Және жаңа нұсқаулар. Брисия, саған тосын сыйым бар. Қандай әдемі. Оның үстіне ол менікі сияқты көп нәрсені істей алады. Иә, ол сөйлей ала ма? Не, жоқ. Бірақ ол қабырғаларда жүріп, секіре алады. Қара. Ол бұл дөңгелектермен жылдамырақ жүреді. Көресің бе? Иә. Мені кешірші мен. Бұл қайдан шыққан? Керемет сат екен. Найзағайдай жүреді екен, мен қуаныштымын. Әйтпесе мен әдетте жеңілем. Бұл Брисияның жаңа көлігі. Бұл көлікті қайдан алдың? Бақыттысың? Қаласаң Брисия көрсетет. Иә. Қане көрсетші,
сенің кезегің. Саған көп рахмет, Шмяк. Саған сәттілік. Сен қазірдің өзінде сыныптағы ең жақсы жүргізушісің. Және мұндай көлікпен әлемдегі ең жақсы жүргізуші боласың. Иә! Иә! Ане! Кешке бірге ойнайық. Бүгінге жеткілікті ойнадым деп ойлайым. Қарай көр. Қарашы қандай керемет. Болды. Мен демалдым. Ойнаймыз ба?